Ал құрметті достар, оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысындамыз қазіргі. Мен үй шаруашылығында, жаңағы үй жағдайында сүтті сиырларды ұстау туралы кішкене контент жариялайын деп отырмын. Мынау ипо Берекетова дегенге келдік. Мына төлдеріміз 2 жасқа толатын, енді толатын 2 жасқа. Гибридтеріміз. Тумаған әлі? Енді туады, біріншісінде енді туады. Бойлап көрсетейін. Менің бойымның қасында енді баршылық. Бұлар сүтті, етті бағыттағы гибридтеріміз. Өзіміздің шығарған. Алла қалса 1-2 айда туады уже. Туғаннан кейін 30-дан асырып түсіп беру керек бұлардың генетикасы. Бірінші тумада. Екінші тумада қалай болады? Екінші тумада 45 жылдан жоғары қарай. Ана уже қарындары түсіп бастап жатыр бұлар. Қазір туғандарын көрсетем, туғандар елерін сиырларды көрсетем. Бұлар жалпы таза сүт сиырмен сүт еті сиырды қосу арқылы гибрид шығарғанбыз. Бұлар F1 получается. Бұдан туылғандар қалай туылады? Қандай порода саласың, соған байланысты туылады. Егер тағы да F1 салсаң, F1 болып тұра береді, бір цветін өзгертпейді, қара болып тұрып алады. Бұлардың айырма артықшылығы бар ма негізі? Артықшылығы басқа. Гибрид шығарғанның. Иә, бұлардың иммунитеті өте жоғары. Сүттің майлылығы өсиеті жоғары болады. Сүттілігі, төзімділігі, ыстыққа, суыққа, ауруға төзімділігі асады бұлардың. Конверсия кармасы дұрыс болады бұлардың. Мысалы, еркек туылса да, ол қандай болып туылады ол? Оның ұрығы қандай болады деген ғой, еркегінің? 50-50 ғой оның қаны енді сүттімен араласқанда. Одан оны қай порода қоясың, соған байланысты. Сондай. Иә. Оны да 50-50 қойсаң, ол түсін жоғалтпайды, несін жоғалтпайды потенциалын. Оны пайдалануға бола ма деген ғой? Болады пайдалануға, 100%. Егер оны алып сен таза жаңағы швецқа қойып жіберсең, швец шығып кетеді. Голштейн қойып жіберсең, голштейн шығып кетеді. Сол үшін ортасын ұстанған дұрыс. Есей тұқымы. Бой кіші да? Иә. Екіншісін туады, Алла қаласа. Уже уақыт срок жақында жатыр. Есей тұқымының артықшылығы өте жоғары майлылықпен, белоктың өте жоғарылығы. 12-ге дейін береді деп айтып едім. Негізгі орташа сол 5-тен 6-7 береді. Орташасы. 12 деген ол особый біреулерінде шықпаса енді. Потенциал бар ма? Мүмкіндігі бар. Мынам бойы сұрақтары болып тұр, қолдан ұрықтанған таза жерсеймен. Енді Қазақстанда тоже бір көп таралмаған породаның бірі өтесін. Бұдан асырған, будандардың ішінде ең мощный болса, мен 6-7, 9 түрлі кеше санадық, 9 түрлі будан жасаппын мен. Соның ішіндегі ең өз-өзін максимальный көрсеткен осы будан. 9 түрлі породаның будан асырған. Сауын сиырлар. Жерсей артында тұрған ем туады. Ішке барғанда жем негіз концентратты бөлек жейді. Ал сыртта тұрған жай шөпті кішкене прогулкада бірге жүр қазір. Голштейн тұқымдары. Мына жерсей енді туатын жерсей желінде жатыр енді. Біріншісін ба? Екіншісін туады бұдан. Бойларын қараңыз, салмағын, бойын мүлдем бір-біріне. Сонан жерсей деген оның майлылығы үшін асайды. Майлылығы үшін асайды. Майлылық пен белок сапасы сүттің. Вкус молока сливочный. Қанша беріп жатыр мыналар? 30-35 әртүрлі сиырдың нелесіне қарай. Например. Жағдайына қарай. Ол айман ол гарантия 40-қа жеткізеді. Айман 40-тан асырыпты. Қазір сауыннан кейінгі уақытта мынау. Жаңадан сауылып шыққанда ерте түсіріп отырып таңертең бізге. Ең алғашында. Айманы қайсысы айманы? Мына басында қасқасы бар сиыр. Ол 40 литр бере ма? Асырады одан да даже. Мен өзімнің таңдап берген сиыр таңдап. Ең бірінші қораға келген алғашқы сиыр. Мынамен? Артында тұрғаны. 40 литр береді осылар, иә? Бұлар жақсы береді. Мама жаңа қыздар? Иә, бұлар ең туатын. Бірінші тумалар. Ана гибрид қанша беріп тұр? Бірінші тумасы. Ол гибрид 30 литрге жеткізеді. 25-30-ның арасында сол енді былайша айтқанда 30 литр береді. Былайша онда фактически күнде литр санап жүрсіңдер ғой. Иә, енді тек ана аппарат 2 сиырмен сауғаннан кейін точно не қылмайсың да. Средний удой қанша? Бір басқа қаншадан түсіп отыр? Бір басқа 28-29-дан түсіп отыр. Мықты ғой иә кәдімгідей. Үлкен көп хозяйствоның өзі жете алмай тұрған удой ғой. Таңғы сауыннан шыққан желілердің бәрі бос қазір. Сенің көзінің ағын көрдің бе, ағы көрінбейді, көрдің бе? Көзі, сосын көзінің жанында несі бар, сызықтары бар, бояған сияқты. Еліктің қаны бар деп елде ойлайды, бірақ шынында еліктің қаны жоқ бұл породада. Порода сондай. Англия остров жерсей, шыққан тегі сол жақты. Жерге байланысты. Өз порода осылай қалыптасады.
Иә, Олар өте сүйкімді, көздері. көзі сондай бояп қойған сияқты Иә, иә. сайгактың көзіндей ғой. Өте әдемі, көзіне көзі прямо қарауға болмайды. Ғашық болып қаласың десе. Жалпы мынау керемет, мына жерде жүреді, ана жағына кіріп тамағын жейді. Мына ішіне кіріп жылы жерге жатады. Мысалы, гибрид міне. Мына сиырға швейц салсаң, оны гибрид шығады. Ал соған не істесеңші? Анау не дедің ананың атын? Жерсей? Жерсиге салды сен швейцке алып істен. Келе ме өрген келмей ме? Жоқ, оны көрдім, бірақ онша былай сүт бере алмайды ол сияқты. Жасап көрдім, 9 түрлі гибрид жасадым ғой, жаздым. Соның ішінен сүтті айдаған, именно сүтті, жирностьта да, сүтті де максимально өзін көрсеткен осы екі породадан қосындысына. Швейц Голштейн, өзі Швейц Голштейн Швейц. Жерсей Швейц болды, Жерсей Голштейн болды. 40-тан асырып бергендер де болды, бірақ иммунитет жағынан, денсаулық жағынан, бой жағынан, экстерьер жағынан. Бұлардың да ана рацион нұрмаған сенің ана рационыңмен жүре ме бұларда? Білмеймін, менің рационыммен жүрсіңдер ма? Иә. Сізді амаса ешкім тыңдамайды ғой. Бұзау қойғанда? Бар да. Барда деген арпадан алынатын нәрсе ғой, иә? Мұны бар да, арпаны қайнатып, сығып суын алып, соны қалған жемі бар, қайнаған жем бар. Қайнамағанда не айырмашылығы бар оның? Қайнамаған асқазанға түскеннен кейін қорытылу процесі ұзақ жүреді. Мынау уже жеңілдетілген түрі. Бұл жаңа Айманның қызы шығар, иә? Иә, Айманның өзі. Көрініп бір шешесіне ұқсап. Айманның өзі де гибрид. 25% ангустың қаны орада. Ангус 25% қаны. Сол үшін сүтті көп береді. Көп емес та. Мынау тек ұрғашылар ма? Иә, тек ұрғашылар, еркектері жоқ. Сатып жібердіңдер. Иә. Неше айлық бұлар? 3 ай болды ма? Иә, 3 ай болды бұлар. 3,5 айлық, анау 1,5 айлық. Күйдірілген мүйіздер, иә. Мынау Голштейн. Ол таза Голштейн. Мынау гибрид. Неме жаңағы гибрид ме? Мына өзі шешесі неге 25%-ға ғана гибрид, соның қызы ғой енді. Гибридке толған. Бұлар сүт ше ме? Сүт пейді жаңа Сүттен шыққан уже. Шөйді шығарып. Таза жемге отқандар ғой? Иә, жемді шөпте отқандар таза. Шешесіне барса тани ма? Шешесін танымайды ғой. Толған кезде жарты сағат көрген, одан кейін көрмейді ғой. Мейірімге қанбағандар дейсің. Ана мейіріміне қанбай қалған ба? Арасына тиесің кіріп, ана Мынау да Голштейн ба? Таза Голштейн. Ол 2 айлық, иә? Мына жемі тұр, таза. Жем осылай тұру керек, артығымен қалағанша жейді. Шөп қалағанша жейді, суды қалағанша ішеді. Иә, суды ауыстырадыңдар. Былай айтқанда немерелеріміз ба? Бастықтың өзі келатыр. Шаруашылықта дөңгелетіп отқан жігіт па?